Бұл менің өмірім. Сіздің өміріңізді тек сырттан ғана бақылап, басыңыздан не өтіп жатқандығын білместен, сізге баға беретін адамдар болады. Не айтсаңыз да, нені түсіндірсеңіз де, түсінген адамның кейпіне еніп, бірақ өзінің дегеннен бас тартпайтындар да баршылық. Сіз қайда барсаңыз да, осындай адамдарды жолықтырасыз. Олар сізді тауып алады да, және өз дегендерін жасауды тоқтатпайды. Оларда мақсаттары нақты болған соншалықты, істерінен бас тартпайды, берілмейді де. Олар сіздің әрең жететін өмірлік қуатыңызды төгуге, күніңізді улауға келеді. Сіз екінші рөлде қалып қоясыз. Мүмкін сіз осындай адамдардың күресетін санасы емес шығарсыз. Бірақ өмір бойы осындай адамдармен күресуіңізге тура келеді. Олар сізге жақындаған сайын, сіз олардың күш-қуатыңызды пайдалануына бір сәт болсын жол бермеуіңіз керек. Мевлен айтады: менің өмірімді бағаламас бұрын, аяқ киімімді киіп, мен өткен жолдарды, көшелерді, таулар мен жазықтарды аралап өт. Мен көрген қайғыны, қиыншылықтарды және бақытты сәттерді сезініп көр. Менің өткізген жылдарымда өмір сүр. Менің сүрінген кездерімді, қайта тұрып қайта жүрген жерлерімде жүр. Сонда ғана сен менің өмірімнің бағасын білесің. Сізді жолыңыздан тайдырғысы келетіндерге, өміріңізге араласып қателескен кездері шешім қабылдауыңызға араласатындарға бұл менің өмірім деп жауап беруден тартынбаңыз. Түсінбегендерге түсіндіруге тырысудың қажеті жоқ. Сізге керең болғанға сіз мылқау болыңыз. Сіздің өміріңізге иелік етуіне жол бермеңіз. Сонда ғана өзіңізді қажетсіз, құнсыз санамайтын боласыз. Асылында бұл өмір сіздікі. Жауабын да беретін сіз ғанасыз.